Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен сочный, мощный үй жағдайында тауық қанаттарының KFC дайындайтын боламыз. Крылышкаға тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып, тұнжылып, мариновкаға 2-3 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді кляр дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға тұз, паприка, бұрыш салып, араластырып, екіге бөліп аламыз. Бөліп алған екінші бөлікке жұмыртқа су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қамық қалмау керек. Осылай принциппен араластырсаңыздар болады. Бұл бізде мариновкадағы крылышки. Енді бірінші жұмыртқалы массаға, екінші ұнға салып, қызып тұрған майда 2 жағы қызарғанша 5-6 минуттан қуырып алатын боламыз. Сенімді бастысы өз қолыңызбен жасап көруге баршаңыз кеңес беремін, өте дәмді шығады.